Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сіздермен мен Үштөбе тірек мектебі ресурстық орталығы биология пәнінің мұғалімі Нұрмагамбетова Қамар ынтымақовна ұлттық бірыңғай тестте жиі кездесетін генетика тарауы бойынша есептерді талдау жасап, шығару жолдарына назар аударамыз. Генетика бүкіл тірі ағзаларға тән тұқым қуалаушылық пен өзгергіштікті зерттейтін биология ғылымының бір саласы. Ағзалардың тұқым қуалаушылығы мен өзгергіштігі туралы ғылымды генетика деп атайды. Генетиканың биология ғылымының жеке бір саласы ретінде қалыптасуына 19 ғасырдың екінші жартысында ашылған ірі ғылыми жаңалықтар себепші болды. 1865 жылы чех ғалымы Грегор Мендель өсімдік будандарымен жүргізілген тәжірибелер деген еңбегі жарық көрді. Ол тәжірибелері арқылы тұқым қуалаушылықтың негізгі заңдылықтарын қалыптастырды. Мендель ашқан тұқым қуалау заңдылықтары тек 1900 жылы ғана өзінің тиісті бағасын алды. Себебі үш елдің ғалымдары, голландиялық де Врис, неміс ғалымы Коренс және австриялық генетикалық Чермах Зейзенек әртүрлі объектілермен тәжірибе жүргізіп, нәтижесінде Мендель заңдарының дұрыстығын дәлелдеді. 1909 жылы ағылшын биологы Бэтсон генетика деген ұғымды енгізді. Генетиканың негізгі ұғымдарына келіп тоқталатын болсақ, тұқым қуалаушылық, ген, белгі, генотип, өзгергіштік, фенотип деген терминдермен сіздер таныссыздар. Ген тұқым қуалаушылықтың материалдық және функционалдық бірлігі. Ген деп ағзаның бір немесе бірнеше белгісін анықтайтын хромосоманың бөлігі. Гомологиялық хромосомалардың белгілі бөлігінде орналасып, бір белгінің қалыптасуына әсер ететін жұп гендерді аллельді гендер деп атаймыз. Гомологиялық хромосомалар пішінінің мөлшері тұқым қуалаушылықтың ақпараттары бірдей жұп хромосомалар. Ағзалар гомозиготалы және гетерозиготалы деп келеді. Гомозиготалы деп аллельді гендердің екеуі де доминантты, немесе рецессивті болатын организмдерді атаймыз. Үлкені, кішкентайы. Гетерозигота, гетеро әртүрлі мағынаны білдіріп тұр. Организмнің гендері екі түрлі болады дегенді білдіреді. Мінекей балалар, алдарыңызда генетиканың символдары, белгілері тұр. Бұл жерде көріп отырған шығарсыздар. Ата-анасы, F1, F2, F3, екінші, үшінші ұрпақтары, аналық жынысы, аталық жынысы, шағыстыру белгісі. Мендельдің бірінші, екінші заңына келіп тоқталатын болсақ, моногибридті будандастыру. Соның ішіндегі мінекей алдарыңыздағы суретті көріп отырсаңыздар, моногибридті будандастыру бірінші ұрпақта біркелкілік заңы, екінші ұрпақта ажырау заңы. Ажырау заңына келіп тоқталған кезде біз 3-1 деп фенотипі бойынша ажыратамыз. Фенотипі бойынша үшеуі қызғылт түсті, мысалы біреуі ақ түсті жапырақтарды көріп отырсыздар. Гибридтің бірінші ұрпақтың біркелкілік заңы, Мендельдің бірінші заңы, тағы да бір қайталанып өтейін. Екінші заңы бұл ажырау заңы екенін бәріңізге де белгілі. Келесі, дигибридті будандастыру, немесе белгілердің тәуелсіз тұқым қуалауы дейміз. Көбінесе генетикада бұл Мендельдің үшінші заңы деп атаймыз. Алдарыңызда тұрған екі белгісі бойынша сары тегіс және жасыл бұдыр бұршақтарды будандастырып отыр. Сіздер білесіздер, бұл гибридиологиялық әдісті Мендель қолданды. Нәтижесінде 16 комбинация пайда болып отыр. Бірінші ұрпағында біркелкілік заңы жарық көріп тұр, бәртерде сары тегіс болып тұр. Алайда генотипі гетерозиготалы. 16 комбинация, соның ішінде қарап отырсаңыздар, екінші ажырау заңына келіп тоқталдық. Сол кезде мінекей балалар 16-ның 9-3-3-1 деген қатынаспен ажырап тұр. Келесі, айтылып кеткен ақпараттың барлығы балалар сіздердің естеріңізге генетика тарауын түсіру мақсатында айтылды. Ал қазір енді ұлттық бірыңғай тесттерде жиі кездесетін тапсырмаларды талдап көрейік. Алдарыңызда тұрған генотип. Генотиптері А, Ә, Б, В, Д. Даралар қандай типті гаметалар түзеді дейді. Осыны қанекей талдап өтейік. Біріншісінде Асында үлкен А,
генотипіміз бізде доминантты гомозиготалы. Ендеше тек қана бірақ типті гамета түзіледі екен. Екіншісі, генотип доминантты гетерозиготалы. Түсініп тұрмыз, екі түрлі гамета түзіледі екен. Келесі, Б, кішкентая, рецессивті. Әрине, тек қана бір түрлі гамета түзіледі. В, алдымызда тұрған ди гетерозигота. Балалар, түсіріп көрейік. Үлкен А, қасына жазып отырайық. Үлкен А, үлкен Б, үлкен А, кішкентай Б. Енді келесін көрейік. Кішкентай А, үлкен Б, кішкентай А, кішкентай Б. Нәтижесінде неше балалар? 4 түрлі гамета түзілді. Г бізде тригибрид. Үлкен А, кішкентай Б, С және кішкентай С. Балалар, тригибридке келіп тоқтыратын болсақ, немесе полигибридтерге келіп тоқталатын болсақ, көбісі балалар шатасып жатады, gametаларды дұрыс түсіре алмай. Мен сіздерге бұл жерде балалар мынандай формуланы көрсеткім келіп тұр. 2n дәрежелі. Бұл жерде n дегеніміз гетерозиготалы жағдайдағы гендердің саны. Мысалы қарап отырсақ, мына жерде 1, 2, 3 гетерозиготалы жағдайда. Ендеше 2-нің 3 дәрежесі бұл әрине неше болады? 8 типті гамета түзеді екен. 8 типті гамета. Ұмытып қалмаңыздар. Келесі, Д-ға келіп тоқталайық. Г-ға келіп тоқталайық. Г-ға келіп тоқталатын болсақ, тағы да көріп отырған шығарсыздар. Бәрі де тригибрид, бірақ қана түрлі гамет түзіліп тұр. А, Б, С. Д-ға келіп тоқталатын болсақ, тригибрид. Олар аңғарыңыздар. Гетерозиготалы жағдайда бізде тек қана екі-ақ қана гетерозиготалы жағдайда екі-ақ қана ген екен, не? Сондықтан да біз 2-нің квадраты дейміз. Нәтижесінде 4 типті гамета түзіледі деп сіздер жауап бере аласыздар. Ал егер де тригибридті қалай түсіреміз деген сұрақтарыңыз болатын болса, мен мына жерге қазір сіздерге түсіндіріп өтейін. Тригибрид айтайық. А, үлкен А, Б, кішкентай Б, С, кішкентай С. Қандай түзіліп отыр? Үлкен А, үлкен Б, үлкен С. Түсініп отырған шығарсыздар, иә, мінекей. Бірінші, екінші, үшінші. Келесі. Үлкен А, кішкентай Б, кішкентай С. Одан кейін үлкен А, кішкентай Б, үлкен С. Және де төртіншісі үлкен А, кішкентай Б, үлкен С. Мінекей балалар, гамета түзілді. Мінекей балалар, ұлттық бірыңғай тестте gametаларды түсірген кезде осы формуланы үнемі естеріңізде сақтап жүріңіздер. Келесі есепті ауыспастан бұрын мен сіздерге генеалогиялық әдістің белгілерін айтып кетейін, естеріңізге түсіріп кетейін. Сіздер жақсы білесіздер. 4 бұрышпен бұл ер адамдікі, дөңгелек пішінді әйел адам. Сіздер білесіздер, бұны біз генетикада пробант деп атаймыз. Неке белгісі, ал ұрпақтардың бәріктері біз сипстерлер деп атаймыз. Сонымен қанеке келесі есепті көшейік. Алдарыңызда адам гені, А доминантты ген, тұрақты рахитті анықтайды. Жыныспен тіркес, егер анасы рахит генімен гетерозиготалы болса, және әкесі сау болса, ауру балалардың туу ықтималдылығы қандай дейді. Осы есепті шығарып көрейік. Берілгені бізде жыныспен тіркес тұқым қуалау болғаннан кейін біз білеміз X және Y gametаларын түсіреміз. XA бұл бізде рахит белгісі. X кішкентая бұл сау адамдікі. Ата-аналары
XA әйел адамдікі. Төрт бұрышпен біз белгілейміз. Ол бізде дені сау ер адам. Бізге керек екен бірінші ұрпақ дейді. Шешуі. Так, XA некеге отырды. XA Y. Дені сау жігітпен. Гаметаларын түсірейік, балалар. XA, X кішкентая, XA және Y. Балалар, негізінде былай сызықтар көрсетуге болады, бірақ та шатасып кетпеу үшін мен көбінесе оқушыларыма пеннет торын құруды сұраймын. Осы пеннет торын құрайық. Мына жерде бізде XA, мына жерде бізде XA және Y. XA, мына жерге мен жауабын жазып отырайын. Дүниеге кім келді? Қыз бала келді. Қыз бала сау. Келесі. XA, Y, ер бала дені сау. Келесі. XA, дүниеге қыз бала келді. Қыз бала тасымалдаушы. Я бала? Переносчик дейміз, тасымалдаушы. Дүниеге кім келді? Ауру бала келді. Мінекей. Ауру ер бала келді. XA, Y. Сонда егерде балалар қанша пайызы деп бағанағы есептің шартына келіп тоқталатын болсақ, біз 100% деп алатын болсақ, әрқайсысы 25-25%-дан, сонда жауабында біз жазамыз 25% ауру баланың ықтималдылығы деп жауап береді екенбіз. Келесі есепке келіп тоқталайық. Сабалақ жүнді қара белгілері бойынша доминантты қоян мен тегіс жүнді ақ қояннан алынатын бірінші ұрпақтың фенотипі қандай дейді. Осы есепті қанекей шығарып көрейік. Жауабы 100% дейді. Сабалақ жүнді берілгені, сабалақ жүнді қара белгі, доминантты қоян дейді. Ендеше сабалақ жүндіні үлкен А дейік, қара белгіні біз үлкен Б дейік. Және де үлкен А, үлкен Б. Ал тегіс жүндіні біз рецессив, ақ түсті біз рецессив деп алып отырмыз. Шешуі. Ата-анасы үлкен А, үлкен Б генотипті жаздық. Кішкентай Б. Балалар өздеріңіз түсініп отырған шығарсыздар. Бірінші ұрпақтың барлығы Менделдің заңына сәйкес бәріктері де бірдей болады. Бәріктері гетерозиготалы жағдайда 100% фенотипі бойынша сабалақ жүнді қара. Келесі есеп бізде қан топтары бойынша. Балалар, сіздермен біз жақсы білеміз, 4 қан тобы болады. Бірінші G0 генотипі. Екінші топ G0, GA, оның бір генді бірнеше аллель бұл жерде белгілеп отыр. Сондықтан да GA деп белгіледік. Үшінші топ G0, GB, екінші генотипі GB. Төртінші топ GA, GB. Әке шешесінің қаны төртінші топ дейді. Жас көрейік. Берілгені әке шешесінің қаны төртінші топ. Төртінші топ бізде GA, GB. GA, GB. Кометалар түсірген кезде GA, GB, GA және GB. Пенет торын сызайық.
G, A, G, B, G, A, G, B. G, A, және G, A, G, A, G, B, G, A, G, B, G, B және G, B. Қанекей балалар қарастырайық. G, A және G, A бұл жерде нешінші топ еді? Екінші топ. Одан кейін G, A, G, B бұл бізде төртінші топ. G, A, G, B тағы да төртінші топ. G, B, G, B бұл бізде үшінші топ. Сонда есептің жауабы әрине бірінші, алдарыңызда көріп отырғандай екінші, үшінші, төртінші топ болады екен. Мінекей балалар, бүгін біз сіздермен осы генетика тарауы бойынша есептерді біраз талқыладық. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау, саламат болыңыздар.